Саламатсыздар, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осы камзолды сәндейтін боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Міне бусыларын тігеміз. Бейсер моншақтарын осылай клеенкаға қырқып алдым. Шетін осылай тігіп шықтым. Сабынмен сызса, себебі тіккенде уже кетіп қалады. Осылай екінші жағында істеп шығамыз. Одан кейін ішін толтырамыз. Шетін осылай тігеміз. Осылай тігіп шығамыз. Мынау шетінде сосын ортасын мынандай қызыл таспен тігетін боламыз. Шетін барлығын осылай тігіп шықтым. Екінші жағын тігем. Тастарын тігіп, ортасын толтырамыз қызыл тастармен. Мына жағында бірдей шетін тігіп, кейін орталарын барлығын қызыл тастармен тігіп шығам. Міне екі жағын толтырып болдым. Енді ортасын осындай үлкендеу қызыл таспен толтырам. Мынандай шеттері жіңішке болса, мынандай кішкентай тасымен толтырам. Ал жуан жерлерін үлкен таспен толтырам. Міне осылай ішін толтырамыз. Осындай әдемі болып шығады. Мынаны үстінен тігіп шығып жатырмын. Міне осындай болып шығып жатыр. Мынаның барлығын ішін толтырып, шетін тігіп шығып жатырмын. Мынаны да дәл солай тігіп шығу керек. Осылай әдемі қолөнер болады. Мына қыздар, жалпы осы киімді тіктім. Мынау әлі басылады, үлгермей жатырмын. Тігіп үлгеру керек. Мынандай болады ғой. Осылай жабылады мынау. Қазір осы үш оюы қалды, осыны тігіп бітіру керек. Құдай қаласа осындай қалыңдық киімі болып жатыр.